Ассалямуалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Бұл тамақ тойымды, дәмді әрі ерекше тамақтың бірі. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз қамырын илейтін боламыз. Ол үшін ыдысқа жылы су, сүт, тұз, қантты салып араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майды құйып, ашытқыны салып, електен өткізілген ұнды салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Бізге керекті тағамдардың нақты мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Барлығын нақты түсіндіріп жазып кетемін. Мінекей бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын өте ыңғайлы қамыр шықты. Енді осы қамырымызды біз целлофанға салып, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындай береміз. Ол үшін табамызды жақсылап қыздырып, үстіне сұйық майды құйып, қызғаннан кейін осындай ұзынша етіп туралған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сөлі бөлініп, қуырылғаннан кейін үстіне бір дана пиязды салып, екеуін бірге жақсылап қуырып аламыз. Енді үстіне сәбіз және де болгар бұрышын салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Осындай ұзынша етіп турайтын болсаңыздар өте әдемі көрініс береді. Жақсылап қуырып, шамамен 7-8 минутта қуырсаңыздар жетеді. Оның үстіне қалауларыңызша сарымсақты салып араластырып аламыз. Сарымсақ салсаңыздар өте керемет дәм беретін болады. Келесі кезекте үстіне 1 ас қасық томат пастасы, 2 ас қасық соя тұздығын қосып жақсылап араластырамыз. Соя тұздығын қосатын болсаңыздар, еттеріңіз өте әдемі түскен етін болады. Содан соң тамақтың татымына қарай тұз саламыз. Үстіне су құйып, қақпағын жауып, баяу отта бұқтырып алатын боламыз, шамамен 25-30 минуттай. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді үстелдің үстіне азғандай ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Осындай болу керек, қалыңдығы қатты жұқа да емес, қалың да емес. Енді осында кесе немесе тәрелкемен дөңгелек форма беріп, келтіріп кесіп алатын боламыз. Қалған қамырлардың барлығында тура осылайша дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді қамырлардың бетіне сұйық майды жағып, осылайша видеода көрсетілгендей етіп бетін жабамыз. Мантаваркаға барлығында салып, шамамен 40-45 минуттай мантыны пісіргендей етіп пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен барлығында орналастырып шықтым. Енді пісіріп аламыз. Бұл тағамның сіздерге ұнайтынына 100% кепіл беремін. Себебі өте дәмді болып шығады. Маған және менің жаныма өте қатты ұнады. Дастарханға бір қойғаннан таусылып кетті. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Назарларыңызға үлкен рахмет.